Құрметті достар, биылғы осы қаңтардың 8-інде тегереннен ұшып шыққан Боинг ұшағы апатқа ұшыраған біз бәріміз білеміз. Бұл ұшақ украиндық ұшақ болатын. Оның бортында 176 адам болған. Осы апаттың нәтижесінде 82 ирандық, 63 канадалық, 11 украиналық, 10 швециялық, 4 ауғанстандық, 3 британдық, 3 германиялық азамат мерт болды. Әрине бұл самолет апаты өте қайғылы оқиға, және самолет құлаған бойда осындай көп адам қаза тапқан кезде оның себептерін анықтау бірінші орында тұрады. Неге екені белгісіз, Иран үкіметі самолет құлар-құламастан ақ бұл самолеттің техникалық ақаулардың себебінен құлағанын мәлімдеді. Олардың айтуынша, самолеттің бір двигателі өртенген, және соның салдарынан самолет құлап түскен. Бірақ бұл болжамды ешкімде қабылдамады. Өткен себебі авиация саласының эксперттерінің айтуы бойынша, самолет және осы Боинг сияқты үлкен самолеттер, қазіргі соңғы Боингтың жетістіктерінің бірі, бір двигателі өртенген кезде ондай апаттық жағдайға ұшырамайды. Бұл двигатель өртену самолетке өте қиын жағдай, бірақ та самолетте 2 двигатель болатын белгілі. Бір двигатель істен шыққан бойда екінші двигатель оны самолетті ары қарай ұшуға немесе бір апатты жағдаймен қонуға шамасы келеді. Қалай айтқанда да, тіпті сол бір двигатель өртенген жағдайда самолет құлауы әбден мүмкін әрине, бірақ сол бойда тек жерге көрсете түспейді. Оның диспетчерлермен хабарласып, апатты жағдайын мәлімдеп, не болғанын айтып үлгеретін уақыты болады. Бірақ бұл оқиғада диспетчерлер мен ұшқыштардың арасында ешқандай тіпті байланыс тоқтап қалған. Бұл нені білдіреді? Өйткені апатты жағдай тез болған, және ұшқыштардың тіпті бір нәрсе істеуге уақыттары болмай қалған. Сондықтан да Иранның бұл мәлімдемесіне ешкім сенген де жоқ, ешкім оны шын деп қабылдамады. Сонымен Иран апатты жағдайды тексеруді өз мойнына алды. Кейін олар қара жәшікті тапқанын мәлімдеді, бірақ тапқан бойда оны Боинг компаниясына немесе басқа ешкімге бермейтінін хабарлады. Бірақ олар Украина мамандарын апаттың салдарын, себептерін тексеруге шақырды. Бұл қара жәшікті Боингке бермеу деген, ол өте заңға қайшы нәрсе. Өйткені біз білеміз, қандай апат болса да, сол самолеттің қара жәшігі сол самолетті дайындап шығарған компанияға беріледі. Сол компания ашып, соның себеп салдарын анықтайды. Осындай тез апаттың себебін айта салу, банағы самолет техникалық себептермен құлады деп, және қара жәшікті ешкімге бермей өзіміз тексереміз дегенді Иранды үлкен күдікке қалдырды. Яғни бұл Иранның әлдебір ақпараттарды әлемнен жасырып отырғанының айқын белгісі болды. Осы оқиғадан кейін әлемдік баспасөз құралдарында және интернетте тағы да бір болжам кеңінен таралды. Бұл болжамда самолеттің ирандық әскери әуе қорғаныс күштерінің жіберген ракетасынан құлауы мүмкін деген. Бұл болжамды Иран үкіметі мүлдем мойындамады. Олар бұны тіпті өрескел жағдай, ондай болуы мүмкін емес. Самолет тек қана өзінің техникалық ақауларының салдарынан құлады деп өзінің айтқанына тұрып алды. Бірақ осы апаттан бір күн өткеннен кейін Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо мәлімдеме жасады. Ол өзінің мәлімдемесінде бұл апаттың басты себебі Иранның әскери әуе қорғаныс күштерінің ракеталары деп нақты айтты. Және оны британдық және америкалық әріптестері қолдады. Және осы апат жайында мәлімдеме жасаған украиндық МАУ компаниясының өкілдерінің айтуы бойынша, самолет 2016 жылы ғана шыққан, яғни
жаңа самолет. Және соңғы техникалық тексеріс 6 январда ғана, яғни апаттан 3 күн бұрын өткенін хабарлады. Бұл не деген сөз? Бұл өте жаңа және тексерістен өткен самолеттің тек қана бір двигателі өртенуінен құлауы мүмкін емес дегенді білдіреді. Және апат орнында болған көптеген сарапшылардың мәліметі бойынша самолеттің двигательдері табылған және оларда өртену белгісі болмағаны белгілі болды. Және тағы бір жаңалық, сол кешеден бастап әлемдік интернетте видео пайда болды. Бұл видеоны Иранның активистері түсірген, яғни банаға самолеттің ракета шабуылына ұшырағанын көрсететін видео еді. Бірақ бұл видео туралы да сенімсіздік білдіргендер көп болды. Әсіресе Ресейдің баспасөз құралдарында бұл апатқа Иран емес, ақш кінәлі деп санап отырды. Өйткені бұл самолет американдық дронмен соғысуы мүмкін дегенде болжам айтылды. Міне осындай әртүрлі болжамдар болды. Иран мойындаған жоқ, оны айыптаушылардың саны көбейе түсті, және уақыт өткен сайын олардың айғақтары мен дәлелдері мықты бола түсті. Енді міне достар, бүгін Иран мемлекеті ресми мәлімдеме жасады. Бұл мәлімдемеде шынында да Иран әскери әуе қорғаныс күштері Боинг самолетін атып түсіргенін мойындады. Бұл не деген сөз? Яғни 176 адамның қаза болуы ирандық әскери әуе қорғаныс күштерінің мойнында екен. Солардың кінәсінен болған. Мәлімдемеде айтылғандай, олар бұны әдейі істеген жоқ. Ол сол кезде болып жатқан ракеталық атқылаудың, сол кездегі Америкамен болып жатқан шиеленістің салдарынан осындай қате жасалынды делінген. Әрине бұл Иран үкіметінің бұл оқиғаға өзінің басты кінәлі екенін мойындағаны өте жақсы. Тек қана бір өкінішті нәрсе, ол біріншіден адамдардың ешқандай жазықсыз қаза болуы, және осы оқиғаны Иран үкіметінің 3 күн бойы жасырып келгендігінде. Егерде Канада, Америка немесе Британия сияқты елдер өздерінің айғақ дәлелдерін көрсетіп Иран үкіметіне қысым жасамағанында, бұл Иранның бұл оқиғаны мойындай ма, мойындамай ма белгісіз еді. Бұл оқиға тіпті мүлдем жұмбақ күйінде де қалып қоюы мүмкін еді. Бірақ қазіргі әлемдік қарым-қатынас технология мықты дамыған, соның нәтижесінде Иранға мойындаудан басқа ешқандай таңдау қалған жоқ. Сонымен достар, міне осы оқиғаға нүкте қойылды. Басты себептер табылды. Әрине Иран үкіметі бұл апатқа өздерінің кінәлі екенін мойындағандықтан, олар бүкіл компенсация, осы азаматтары қаза болған елдерге компенсацияны өзі де мойнына алатыны сөзсіз. Сонымен достар, бүгінгі хабарымыз аяқталды. Осы хабарымыз ұнаса каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және осы әлемде болып жатқан оқиғаларды, олардың сараптамасын, олардың болжамдарын біз сіздерге жеткізіп отырамыз. Аспанымыз ашық болсын, ешқандай да ұшақтар құламасын. Келесі көріскенше.